Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің видеомыз Рамазан айы келген кезде біз барлығымыз ораза ұстаймыз, ауыз бекітеміз. Осы ораза айында адам ағзасына қандай пайдасы бар? Сол жайында азырақ тоқталып өтеміз. Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ын каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Яғни, ораза араб тіліндегі ас-соум деген сөзден шыққан. Ас-соум деген сөздің мағынасы өзін-өзі тоқтату, тартыну, тыйылу деген ұғымдарды білдіреді. Демек, ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған, ауыз бекітуге қабілетті мұсылман баласы қасиетті Рамазан айы келгенде Аллаға шынайы құлшылық ету ниетімен таң атқаннан күн батқанға дейін ас-судың барлық түрінен, сонымен қатар жыныстық құмарлықтан өзін шектейді және тияды. Оразаның адам ағзасына 10 пайдасы. Бірінші, жасушалар жаңарып, ескілері жойылады. Жасушалар дегеніміз бұл клеткалар. Ораза адам ағзасындағы қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін жақсы атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына 1 ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп ішуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағатқа аузын ашып әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытта дәлма-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі ағзалары белсенді жұмыс істей бастайды. Осы сәтте адам ағзаларының белсенділігі артып, өміршеңдігі күшейе түседі. Сондай-ақ ораза адам организмінен тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылтады. Екінші, қант ауруына тосқауыл. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі, ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі дем алады. Ұйқы безі қантты крахмалды заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безі шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безіне ауыр тиіп, жұмыс істеу белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қант қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Қазіргі әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдарды ораза тұту арқылы емдеу етек алуда. Ауыз бекіту арқылы қант ауруын емдеу процесі былай жүреді. Пациент 3 апта бойы күніне қандағы қанттың мөлшеріне байланысты 10 сағат пен 20 сағат арасында ауыз бекітеді. Одан кейін ауыз ашқан кезде жеңіл тамақтармен қоректенеді. Бұл химиялық дәрі-дәрмектерді қолданбай қант ауруын емдеудегі өте ұтымды жол екен медицина дәлелдеп отыр. Үшінші, артық салмақтан арылуға әсер етеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни адам ұзақ уақытқа қарны ашып жүріп, бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмағаны жөн. Себебі, бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеп соғады. Алла елшісі, саллаллаху алейхи салам, ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмадан дәм татып, аз ғана су ішіп, ақшам намазына тұратын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи салам осы бір әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант қан құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезеді. Сонымен қатар құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді.
Көп адамдар күні бойы тамақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр, майлы тамақтарды, көкөністерді көп жей бастайды. Бұл тағамдарды асқазан қорытуы ұзақ уақыт алады. Ағзаға асқазанға түскен тамақтан өзіне керек энергиясын алып, ол қантқа айналу себебінен адам тоқшылықты сезінеді. Бірақ кісі бәрібір өзін аш сезініп, тамақтың үстіне тамақты жей береді. Сөйтіп, ағзаға қажетті энергияны мөлшерінен асырып жібереді. Осылайша ораза ұстау өзінің қасиеттерінің бірін жоғалтып, адам артық салмақ қосып семіздікке ұшырайды. Әрине, Алла шариғатының бізге қалағаны бұл емес. Төртінші, тері ауруларына пайдалы. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуде пайдалы әсері бар. Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды. Яғни, терідегі су құрамы да кемиді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ, қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлану мен аллергиядан жазылуға да оң әсерін тигізеді. Бесінші, тұз байлану ауруына әсері. Бұл дерт көп тамақтанудан, әсіресе еттен жасалған өнімдермен көп қоректенуден пайда болады. Сондай-ақ адам шамасынан тыс тамақ жегенде бұлшық еттердегі протеин құрамы тым көбейіп, бұзыла бастайды. Бұл адам буындарына, әсіресе аяқтағы үлкен бармаққа несеп қышқылының жиналуына әкеп соғады. Адам тұз байлау ауруына шалдыққан кезде әлгі буындар ісіп, қызарады да ауырта бастайды. Сондай-ақ қандағы несеп тұзының мөлшері көбейіп, ол бүйрекке жиналып тұнады. Бұл процесс ақырында бүйректе тас пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан тамақ пен судан тыйылып, біраз уақытта ауыз бекіту бұл дертті емдеудегі ұтымды жол болып келеді. Алтыншы, қан қоюлануының алдын алады. Көптеген мұсылман және мұсылман емес ғалымдары ауыз бекітудің денедегі майдың құрамын азайтумен қатар холестерин мөлшерінде бәсеңдететін жарыса айтады. Холестерин дегеніміз ол қан тамырларына тұнатын зат. Денедегі майдың құрамы көбейген сайын холестерин мөлшері ұлғаяды. Бұның арты атеросклероз, қан тамырларының майлануы дертіне және жүрек пен мидағы қанның қоюлануына әкеп соғады. Иә, Алла тағаланың білсеңдер ораза ұстағандарың өздеріңе жақсы деген аятын естігенде таң қалудың қажеті жоқ. Біздер тамақты тым көп жеп өзіміздің денсаулығымызға залал келтіріп жатамыз. Егер біз Алла шариғаты мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жолын ұстанып тамақ көп жеуден тыйылып, айына кем дегенде 3 күн ораза тұтып жүретін болсақ, бұл дерттерге шалдығу ықтималы бәсеңдей түсетіні анық. Жетінші, адам ағзасын улы заттардан тазартады. Қазіргі кезде тағам өнімдерін ұзақ мерзімге сақтау үшін құрамына химиялық қоспалар қосылатынын баршамыз білеміз. Бұл өнімдер адам асқазанына түскен кезде улы заттарға айналып, денедегі майдың ішіне сақталып қалады. Адам ұзақ уақыт тамақтан тыйылуы әлгі майдағы улы заттардың еруіне әкеледі. Оған қоса адам ағзасының улы заттардан қорғауға жауапты бүйрек, бауыр сияқты ағзаларға өз функцияларын атқаруға көмектеседі. Сондай-ақ ауыз бекіту кезінде дұрыс тамақтанып, артық тағамнан бас тартатын болса, бұл организмнің иммунитетін күшейтеді. Махфон деген америкалық дәрігер былай дейді: барлық адам тіпті ауру болмаса да ораза ұстауға мұқтаж. Себебі қазіргі тағам өнімдерінің улары адам бойынша сіңіп қалады. Бұл адамның организмінің белсенділігін тежеп, бойына ауырлық салып, өзін ауру сияқты сезінуге апарады. Ал адам ауыз бекіткен кезде әлгі улы қалдықтар адам бойынан жойылып, ағзалар тазаланады. Бойындағы аштық кезінде жойылған жасушалар ораза ұстап болғаннан кейін 20 күнге жетпей қайта жаңарады. Денедегі улы қалдықтар кетіп, жасушалар жаңарған соң адам өзін жеңіл сезініп, қуатқа ие болады деген. Сегізінші, ас қорыту жүйесі дем алады.
Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің дем алуына мүмкіндік береді. Дегенмен адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенімен сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесін жақсартып, бір қалыпқа түсіреді. Бірақ бір ескерте кететін жайт, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылдық бөлуді тоқтатпайды. Яғни асқазанда жарасы бар адам ауыз бекіту кезінде өте абай болуы қажет. 9-шы, жағымсыз тәуелділіктерден арылтады. Жағымсыз тәуелділіктер десе алдымен көз алдымызға түтіні бұрқыраған темекі келетіні хақ. Өкінішке орай оған тәуелділіктен жай адамдарды айтпағанда 5 уақыт намазын оқып жүрген бауырларымыздың арасында да зардап шегіп жүргендері бар. Сондай кісілер үшін Рамазан айы арам әдеттен арылуға таптырмайтын кезең. Себебі басқа күндері темекіні тастаймын деп өзіңізге уәде беріп, артынан нәпсі құрғырдың айтқанына ілесіп кеткеніңізбен оразаның уақытында Алладан қорқыныш бұдан сізді қайтарады. Әрине, қазіргі заманда тәуелділіктің түр-түрі көбейіп кетті. Бұлардан арылу алдымен адамның өзіне байланысты. Оразаның күнде тоқтатып, түнде қайта бастауы да мүмкін. Бірақ біліп қойыңыз, Рамазан айы тек ауыз бекітіп қана қоймай, сондай-ақ жаман сөздерден, ұсқынсыз әдеттерден, жағымсыз тәуелділіктерден арылуға көмектесетін мүмкіндік айы. Арыла алмай жүрген жаман әдетіңіз болса, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. 10-шы, қан қысымын түсіреді. Бас ауруына пайдасы бар. Ауыз бекіту қан қысымын түсіруге және қанның қоюлану қаупін азайтуға бағытталған табиғи жол. Өйткені адам ұзақ уақытқа тамақтан тыйылған кезде бойға қажетті энергияны жеткізу үшін организм денедегі маймен қоса глюкозаны жаға бастайды. Сондай-ақ адам бойындағы тамақ құрамы және адреналин сияқты гормондар азаяды. Бұның бәрі бойдағы қан қысымының түсуіне әкеледі. Қарап отырсақ, Алла Тағала бізге ораза ұстауға әмір беру арқылы тек ақыретімізде емес, осы дүниеде де деніміздің сау болғанын қалаған екен. Расында, бізге жаратушымыздай мейірімділікті, шапағатты ешкім көрсете алмайды. Ендеше біз ауыз бекіту арқылы ақыретімізге азық жинауымызбен қатар осы дүниеде озады екенбіз. Алла ұстаған оразаларыңызды қабыл қылсын.